Қайырлы күн. Үштен бес кеткенде бастайық. Соғанға дейін басқа қатысушыларды күтейік. Қазір тек 5 адам қосылды, иә? Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Сабағымызды бастасақ, иә? 3-5 минут кетіпті. Сіздерде бүгін мен 9-шы
күнгі сабақтың тақырыбын алып отырмын. Себебі 10-шы күнгі сабақты сіздерге Бибігүл Жексенбаевна өтіп қойған екен, иә. Ол кісі орнын ауыстырып алғаннан кейін маған ескертті, 9-шы тақырыпты өткен жоқпын деп. Бірақ бүгін біздің соңғы сабағымыз, иә, лекциядан соңғы күніміз болып табылады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тәуелдінің отбасымен жұмыс. Негізгі қарастыратын сұрақтарымыз және сабағымыздың мақсатына тоқталсақ, мақсаты бұл лудоманияны емдеуде отбасының рөлін қарастыру. Негізгі сұрақтарымыз отбасының эмоциялық қолдауы дегеніміз не? Емдеу барысында отбасы қатынастары және туысқандарға арналған бағдарламалар. Ең алдымен лудоманияны емдеуде отбасының рөлі дегеніміз не? Бұл тәуелділіктен айығу процесінің маңызды құрамдас бөлігі. Яғни біз осы уақытқа дейін, осы сабақтарға дейінгі, осы күндерге дейін біз әр түрлі ойын құмарлықтан, тәуелділіктен айығудың бірнеше жолдарын, бірнеше бағдарламаларын қарастырдық. Енді сол бағдарламаларда негізгі айығу кезінде көмектесетін іс-шараның бірі ол отбасының рөлі болып табылады екен. Яғни бұл құмар ойындарға тәуелділік тек қана жеке адамның өзіне ғана тән нәрсе емес, ол бүкіл отбасының мәселесі болып табылады. Яғни біз жұмыс жасаған кезде тек тәуелділікке шалдыққан адаммен емес, сонымен қатар оның отбасы мүшелерімен тікелей жұмыс жасайды екенбіз. Енді осы тәуелдінің отбасымен жұмыс кезінде қандай жұмыстар қолданылады? Негізгі 5 жұмыс қарастырылады. Оның ең біріншісі эмоционалды қолдау, екіншісі психотерапияға қатысу, үшіншісі қаржылық бақылау, 4 мотивациялық қолдау және бақылау, 5 қайта әлеуметтенуге жәрдемдесу. Ең біріншісі эмоционалды қолдау. Бұл дегеніміз не? Эмоционалды қолдау, яғни біз білеміз, тәуелділікке шалдыққан адам ода өзінде эмоционалды бұзылыс болады, стресске шалдығады, депрессияға түседі, немесе яғни бұл психикалық бұзылыс болғаннан кейін бірнеше ауытқулар болады. Сол кезде тікелей бізде эмоционалды қолдау көрсететін отбасының мүшелері болып табылады. Отбасы мүшелерінде кімдер болуы мүмкін? Мысалы, тәуелділікке шалдыққан ұлы болса, оның отбасы мүшелері ретінде біз ата-анасын аламыз, немесе жұбайымен, күйеуімен жұбайын алуымызға болады, яғни бұл жерде бір адам тәуелділікке шалдыққан кезде басқа да отбасы мүшелері тікелей өзінің көмегін береді. Ең біріншісінде эмоционалды қолдау кезінде біз қандай жұмыстар атқарамыз? Біріншіден, сол тәуелділікке шалдыққан адамға шынайы эмпатияны таныту, яғни жақын адамдарының оны түсіністікпен қарауы. Екіншіден, эмоционалды қолдау кезінде егерде сол тәуелділікке шалдыққан адам стресске болады, яғни мазасыздық болады, сол кезеңдерде маманға жүгінуді ұсыныс білдіру, егерде өткен подкастты білесіздер, сол жерде біздің кейіпкерімізде азаматқа тікелей эмоционалды қолдауды кімдер көрсетеді? Естеріңізге түсірсеңіздер. Отбасы. Отбасы. Әпкесі. Әпкесі, дұрыс айтасыз. Содан кейін ата-анасы. Ата-анасы. Яғни бізде қандай жақын адамдары болады, сол отбасы мүшелерінің ең бірінші эмоционалды қолдауы қажет болады екен, яғни сол қолдаудың нәтижесінде тәуелділікке шалдыққан адам кішкене болсын дұрыс жолға түсуіне өз ықпалын тигізеді. Келесі, психотерапияға қатысу. Яғни бұл жерде қараңыздар, біз қазір созависимость, қоса тәуелділік дегенді қарастырамыз. Сол жерде біз ең алдымен отбасы мүшелерінің негізгі міндеті ол сол тәуелділікке шалдыққан адамды белгілі маманға алып келу,
Ол жерде ең бірінші сол ойынға тәуелділігі бар адам қатысады. Одан кейін міндетті түрде сол терапияға алып келген отбасы мүшелері де қатысады. Себебі бізде бұл кез келген тәуелділік тек қана ойынға тәуелділік емес, есірткіге тәуелділік, ішімдікке тәуелділік кезінде де созависимость болуы мүмкін. Созависимостьті қазір қарастырамыз. Келесі үшінші жұмыс бұл қаржылық бақылау, яғни бізде ең негізгі міндетіміз ойынға тәуелділік кезеңінде ойынға тәуелді адамды ақшадан шектеу, яғни сол қаражатты табуға барлық көздерін жабу, яғни қаражатты бермеу. Келесі мотивациялық қолдау және бақылау. Бұл дегеніміз қалай? Мотивациялық қолдау дегеніміз біз өткен тақырыпта қарастырдық. Кез келген тәуелділікке шалдыққан адам ол тәуелділіктен бірнеше терапиялардан да бірнеше бағдарламалардан өткеннен кейін де ол қайтадан сол тәуелділікке бару қаупі жоғарырақ. Соны болдырмас үшін әрқашанда отбасы мүшелері бірінші бақылауда болу керек. Яғни ол тәуелділікке шалдыққан адам өзі басқа да мамандардан өзінің кеңесін алды, бірнеше терапиялардан өтті, бағдарламалардан өтті, емдеу шараларынан өтті. Одан кейінгі бақылау ол тікелей отбасы мүшелеріне жүктеледі. Яғни сол отбасы мүшелері ол адамды келесіден қайтадан сол тәуелділікке бармас үшін оны бақылап отыру керек және өзінің қолдауын көрсетіп отыру керек. Келесі қайта әлеуметтенуге жәрдемдесу. Бұл жерде қайта әлеуметтенуге жәрдемдесу дегеніміз не? Бұнда біз білеміз, өткен тақырыптарда тәуелділікке шалдыққан адам әлеуметтік ортадан алыстайды. Өзінің осы уақытқа дейінгі жасап келген барлық шараларын, барлық хоббиларын, барлық жұмысынан айырылып қалғаннан кейін, енді ол адам тікелей қайтадан әлеуметтік ортаға қосылу қажет. Әлеуметтік ортаға өзінің қайтып келуі қажет. Сондықтан да бізде ең бірінші отбасы мүшелері сол ортаға қайтып келу үшін оның бірінші бос уақытын реттеу қажет, бос уақытын ұйымдастыру қажет. Белгілі бір істерге қайтадан, мысалы, бұрынғы хоббилары болса, соны қызықтырып бірге жасауға ұмтылу керек. Яғни тікелей біз әлеуметтенуіне отбасы мүшелері өзінің көмегін береді. Енді қараңыздар, бұл жұмыстар жасалады, бірақ та осы жұмыстар жасалу барысында бізде осы ойын құмарлық кезеңінде, кез келген тәуелділік кезеңінде қоса тәуелділік болады. Бұл дегеніміз созависимость, яғни ойын құмарлық кезінде қоса тәуелділік дегеніміз не? Бұл ойын құмар адамның жақын туыстары немесе серіктестері оған көмектесемін деп өзінің жеке қажеттіліктері мен шекарасын елемей сол адамға психологиялық тұрғыда тәуелді болып қалатын жағдай. Мысалы, бұған созависимость, яғни қоса тәуелділікке кімдер шалдығуы мүмкін, кімдер бірге кіріп кетуі мүмкін. Оған мысалы, егерде күйеуі мен әйелі болса, күйеуі ұлдама болса, оныған бірге әйелі де созависимый, яғни қоса тәуелділік пайда болып кетуі мүмкін. Яғни ол сол күйеуіне көмектесемін деп жүріп, өзінің барлық қажеттіліктерін, өзінің мүмкіндіктерін, өзінің жұмысын, өзінің қызығушылықтарын барлығын тастап, бар көңілін сол күйеуіне бұру арқылы бірге тәуелді болып қалуы мүмкін. Немесе ата-анасы мен баласын алуға мүмкін, баласын құтқарамын деп жүріп, анасы бірге немесе әкесі бірге қоса тәуелділік пайда болып кетуі мүмкін екен. Енді осы қоса тәуелдіктің негізгі белгілері қандай болады? Біз тек қана ойынға тәуелді адамды қарастырып жатқан жоқ, біз енді сол ойын құмарлыққа, лудоман болып кеткен адамға бірге қоса тәуелділікке шалдыққан адамның белгілері қандай болады? Біріншісі, өз өмірін ұмытып, тек ойын құмар адамға көмектесуге ұмтылу. Яғни өзінің барлық бұл өмірде өзінің алға қойған мақсаттарының барлығын ұмытып, өзінің қажеттіліктерін ұмытып, сол адамға ғана көмектесуді ойлау. Яғни, мысалы, қаражат жағынан да алып қарасақ, егерде ол сол ойынға тәуелді адам бітті,
ол 20 миллион, 30 миллион, тіптен 100 миллионға қарызға кіріп кетті, мүлде қаражат табатын жері жоқ. Бірақ та келесінде сол қоса тәуелділікке шалдыққан адам да бірге қаражат тауып беру үшін бірнеше рет қарызға, бірнеше рет кредиттерге кіріп кетуі мүмкін, иә. Келесі, бақылау мен қадағалауға тырысу, яғни оның әрбір жүріп тұрған іс әрекетін қарау, иә. Егер де телефоны болса, телефонның барлығын қарау, яғни өзінің іс әрекеттерін бақыламайды, сол тәуелділікке шалдыққан адамды барынша бақылап қадағалап отыруы. Келесі, ұрысу мен айыптау. Бұл жерде сол өмірлеріндегі қиындықтың барлығында сол ойынға тәуелділікке шалдыққан адаммен ұрыс шығару, иә, сол адамды әрқашан айыптап отыру белгісінің болуы екен. Келесі, жауапкершілікті өзіне алу. Бұл дегеніміз қандай? Ол сол тәуелділікке шалдыққан адамның тәуелділігін өзінде бірге сол тәуелділіктің пайда болып жатқандығымен қоса, ол сол бағанағы тәуелділікке шалдыққан адамды өзім мен сол тәуелділіктен шығарамын деген жауапкершілікті алып алу, иә. Ол адамды бағанағы біздің ойын құмарлыққа тәуелділік адамымыз, иә, ұлдаманымыз мойындамауы мүмкін, бірақ та соған бірге тәуелділікке шалдыққан адам, мен сені осы ойын құмарлықтан құтқарамын, иә, мен осындай жолдарды жасаймын деп жауапкершілікті алып, иә, оны бірнеше қолдау орталықтарына да апаруы мүмкін, иә. Бірақ та ол адам сол орталықтан шыққаннан кейін де қайтадан сол тәуелділікке барған кезінде де қайтадан ол жауапкершілікті ол адам өзіне алып сол орталықтарға апарып жүру мүмкін, иә. Бірақ та біз айттық, иә, өткен сабақта, қай кезде біздің бағанағы бағдарламаларымыздың бәрі, жүргізілетін терапияларымыздың барлығы тек қана лудоман адам тікелей өзі, мен сол осы тәуелділікке шалдықтым, менде осындай бұзылыс бар дегенде ғана ол белгілі бір өзінің жемісін көрсетеді, иә, жасалып жатқан жұмыстардың. Енді бұл қоса тәуелділік, созависимость болған кезде де сол қоса тәуелділікке шалдыққан адам да соны мойындап, барлық біз өткен сабақтарда айтқан бағдарламаларды, терапияларды осы тәуелділікке шалдыққан адаммен бірге жүргізуіміз қажет. Келесі, ішкі күйзеліс, шаршау, агрессия. Яғни бұл міндетті түрде болатын белгілер, иә. Өйткені адамда ол өзінің өмір сүру стилін жоғалтса, иә, басқа адамның өмірін әрқашанда бақылап отырса, ода әрине күйзеліс болады, иә, мазасыздық болады, шаршау болады, тіптен бағанағы жауапкершілікті алып алғаннан кейін, әртүрлі ұрыстардың көп болған әсерінен ол адамда күйзеліс, депрессия болуы мүмкін. Сондықтан да біз осы біздің психолог ретінде, иә, біз лудоманды анықтадық. Енді біздің тікелей жұмысымыз сол лудоманмен бірге қоса тәуелділігі бар адамды анықтау, иә. Егер де отбасы мүшелерінде 5 адам болса, иә, сол 5 адаммен де бірге біз психологиялық консультация жүргізуіміз керек, иә, яғни әңгімелесу жүргізуіміз керек. Қай адамда біз, егер де осы белгілерді көрсек, онда біз тікелей бағанағы лудоманмен жұмыс қандай жұмыс жасасақ, сол адаммен де бірге жасалатын жұмыстардың барлығын бірге жасауымыз қажет болады. Келесі, енді осы қоса тәуелділіктің салдары қандай болады? Біз бағана белгілерін қарастырдық. Енді салдарына келсек. Бұл жерде жақын адамын құтқарамын деп өзі де психологиялық тұрғыда әлсірейді дейді. Яғни бұл дегеніміз бағанағы айтқанымыздай, бағанағы адамды құтқарам деп жүріп, ол өзінің психологиялық денсаулығына тікелей зақым тидіреді, зақым келтіреді. Келесі, өмір сапасы төмендейді. Бұл жерде тек қана ол біздің бағанағы алдына қойған мақсаты өмір сүру стилі емес, денсаулығына байланысты сапасы төмендейді. Әлеуметтік қарым-қатынастары, тіптен жұмысына да тікелей әсерін береді. Одан кейінгі салдары, ойын құмар адамға шынайы жауапкершілік жүктелмейді. Себебі салдарын сезінбейді. Яғни біз осы қоса тәуелділік болған кезде, біздегі тікелей біздің ең негізгі объектіміз, лудоман адамымыз, өзінің жауапкершілігін сезінбейді.
яғни ол әрқашанда лудаман адамда ой болады, маған осы адам көмек береді деген, осы адамның арқасында мен қаражат таба аламын, осы адамның арқасында мен бағанағы қысқаша эмоцияларымды басынан кеше аламын деген ойлар болып, ол адам тікелей өзінің жауапкершілігін сезінбейді да, ол жауапкершіліктің барлығын бағанағы біздің мына қоса тәуелділікке шалдыққан адамымыз жүктеп алған болады. Одан кейінгі салдары бұл тәуелділіктің шығу процесі баяулайды немесе мүлде тоқтап қалуы мүмкін. Яғни біз бағанағы айтып жатқан жағдайларымыздың барлығы, лудаман адам мүлде сол процестен шықпай қалуы мүмкін. Яғни ол емделмей қалуы мүмкін. Егер де бірнеше емделу процестері жүрсе де, өйткені бізде ол адамның отбасында созависимый адам болғандықтан да бұл бағана біздің ойын құмарлыққа, тәуелділікке шалдыққан адамымыз шықпай қалуы мүмкін екен, тоқтап қалуы мүмкін. Яғни біздің міндетіміз осы отбасы мүшелерін айтқан кезінде, отбасымен жұмыс жасаған кезде ең негізгі мақсатымыз осы қоса тәуелділікке шалдыққан адаммен бірге жұмыс жасалған кезде бағанағы біздің айтылатын, жасалатын бағдарламаларымыздың барлығының тиімділігі арта түседі. Енді ойын құмарлық кезінде қоса тәуелділікке байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Қоса тәуелділік дегенді қалай түсіндіңіздер? Кішкене кері байланыс жасап жіберсеңіздер. Қоса тәуелділік дегеніміз ол жаңағы отбасындағы адам лудаманды алып шығам деп өзі сол адамның өміріне өтіп кетуі, мысалға жаңағындай мен осыны қадағалайын, ол адамға, жаңағы лудаман адамға маңызды болғаннан гөрі жаңағы қасындағы отбасындағы адамға қаттырақ маңызды болып кетеді. Дұрыс айтасыз. Сол қоса тәуелділік. Рахмет. Тағы ой қосам деушілер бар ма? Әркім енді әпкесі болсын, отбасының ата-анасы болсын, баламды құтқарамын, бауырымды құтқарамын деп осы ситуацияға өзі түсіп қалған, өзі түсінбей жатыр деп айттыңыз. Иә, дұрыс айтасыз. Енді қараңыздар, біз қоса тәуелділік туралы айттық, одан кейін отбасы мүшелерімен жасалатын жұмысты қарастырдық. Енді қараңыздар, осы қоса тәуелділікке шалдыққан адамда мен хабарламасы техникасын қолданады екенбіз. Ең негізгі енді тиімділігі жоғары техникалардың бірі деп айтуға болады. Бұл техниканы қолданудың басты себебі сен деген есімдіктен басталатын сөйлемдер өздігінен айыптау реңкін береді. Яғни қараңыздар, біз қоса тәуелділікке шалдыққан адам, немесе ойын құмарлыққа шалдыққан адамға біз сен деп айтатын болсақ, онда біз оны тікелей айыптап жатқан сияқты көрсетеміз. Яғни біз ондай қарым-қатынас көрсетпес үшін мен деген сөз тіркесін қолданамыз. Яғни мен хабарламасы, яғни қазір бұл мен хабарламасы қандай жағдайларда қолданылады? Бұл нақты жағдайды сізге қалай әсер еткенін және неліктен көңіліңізге тигенін сипаттау керек. Яғни біз бағанағы қоса тәуелділікке шалдыққан адам өзінің тікелей ішкі күйін белгілі бір жағдайды сипаттау үшін, тәуелділікке шалдыққан адамға сипаттау үшін ол көңілінде не жатқанын ашық айтуы қажет. Енді мысалы былай келтіріп айтуға болады, кеше кешті тағы да жалғыз өткіздім, маған сен қатты жетіспейсің, осыған көңілім түсіп отыр. Яғни сен маған бейжай емессің, сенің маған сенгеніңді қалаймын, көмектескім келеді деген ойды нақтылай түседі. Бұл мен хабарламалары қалай жасалады? Нақты бір ғана жағдайға қатысты болу қажет, бірнеше жағдайды айтпаймыз, өйткені біз бірнеше жағдайды айтқан кезде ол кез келген тәуелділікке тап болған адамның ойы, миы бос болмайды, оның ойы әртүрлі жағдайлармен
бекіген, одан кейін ол өзінде ішкі күйзелісі бар, мазасыздығы бар, стресі бар, соның барлығы болғандықтан біз оған белгілі бір жағдайды айтуымыз үшін бір ғана жағдайды алады екенбіз. Одан кейін әрекетке емес, адамның жеке басына емес, сол әрекетке шоғырлануы тиіс. Яғни біз отбасы мүшелерімен жұмыс жасаған кезде, отбасы мүшелеріне тікелей кеңес берген кезде ойынға тәуелділікке тап болған адамды біз ешқашанда кінәламауымыз қажет, яғни оның жеке басына қатысты жағдайларды айтпауымыз қажет. Мысалға, сен сондай жалқаусың, ол тікелей өзінің жеке басына өтеді. Сондықтан ол белгілі бір әрекетіне қарайды. Мысалға, мына жерде келтіріп тұр, мен кеше жалғыз болдым, сен жетіспейсің, соған көңілім, менің көңілім түсті, сенің жауапкершілігің жоқтықтан емес, сен мен өзімді жалғыз сезінгендіктен солай көңілім түсті деп жеткізеді. Яғни біз белгілі бір әрекетке байланысты айтуымыз қажет. Одан кейін тек сөйлеушінің сезімдері мен эмоциясы туралы ақпарат беру қажет. Яғни біз кез келген, мысалы, психолог сіздің алдыңызда сол отбасы мүшелері отырып дейді, немесе отбасы мүшелерімен сол тәуелділікке тап болған адамды тікелей беттестіріп сөйлестіріп отырған кезде біздің міндетіміз сезімдерді, басынан өткен эмоцияларын нақты айтуды үйрету. Егер де сол ойынға тап болған адам ойын құмарлықты басынан кешіріп жатқан адамға біз айта аламыз, сенің осындай әрекетің, менің мысалы көңіл күйімді түсіреді, сен жоқ кезде өзімді жалғыз сезінемін, яғни тікелей адам өзіне қатыстырып айтады, бағанағы әрекетін сіз өзіңіздің басыңыздан қандай эмоцияларды, сезімдерді кешіп жатсыз, соны ғана, соған байланысты ғана ақпарат берулеріңіз қажет болады. Келесі, болашаққа болжам жасамау және өткенді қозғамау қажет. Яғни бұл тікелей осы мен хабарламасы, яғни өзінің эмоцияларын, сезімдерін айтып жатқан кезде, болашақты болжауға болмайды. Яғни біз осындай болып кетеміз, болашақта осындай жағдай емес, біз қазіргі болып жатқан жағдай, қазіргі сәтте олардың басында ойынға тәуелділік болып жатыр, ол ойынға тәуелділіктің салдарынан қандай жағдайлар болып жатыр. Мысалы, отбасы мүшелерінде, әйелі мен күйеуінде ажырасу болып жатыр, ажырасу туындап жатыр. Яғни ажырасу кезеңінде біз болашақта екеуміз бірге болмауымыз мүмкін деп нақты айта алмайды, өткенге байланысты сен осындай жасағаннан біздің отбасымыз осындай деңгейге жетті деп айта алмайды. Яғни сол сәтте ғана әйелі күйеуіне айтуы мүмкін, біз екеуміз бірге осы ойын құмарлықты жеңіп шығуымыз үшін, немесе өзіміздің отбасымызды сақтап қалуымыз үшін біз осындай іс-әрекеттерді жасауымыз қажет, нақты. Мысалы, қаражатымызды реттеуіміз қажет, қаражатты реттеуіміз үшін не істеуіміз қажет. Мысалы, ең бірінші кімнің қаражатын, қандай суммаларды беруіміз керек деген сияқты жоспарлар жасалып, сол сәтте талқыланып бірге келісуі қажет болып табылады. Енді сіздер өткен сабақта толық оңалту жұмыстарын, алдын алу бағдарламаларын, түзету жұмыстарын барлығын қарастырдық. Енді соны жалпылап өтсек, бізде қандай жұмыстар кезең-кезеңімен жүргізіледі екен. Енді біз бұның барлығы тікелей бірінші ойынға тәуелділікке тап болған адаммен жұмыс жасалады, одан кейін отбасы мүшелерімен де тікелей жасалатын жұмыстар, Біріншісі, байланыс орнату кезеңі. Бұл жерде біз айттық, ең басты бізде байланыс орнату кезеңінде біз психолог ретінде, кез келген психотерапевт ретінде біз эмпатияны көрсетуіміз қажет. Эмпатия дегеніміз тікелей өзіміздің сол адамға қолдау көрсететіндігімізді нақтылау, Одан кейін бұл жерде медикаменттердің рөлін түсіндіру, одан кейін келісім шарт жасау дейді. Бұған қандай мамандар қатысады? Психиатр дәрігер, нарколог, психотерапевт дәрігер және медициналық психолог жасайды. Одан кейін арнайы диагностикалық іс-шаралар. Бұл жерде
сауалнама, тесттер, алғашқы жұмыс келісімі, өзгертуге бағытталған психотерапиялық келісімшарт жасалады. Енді қараңыздар, мен сіздерге осы уақытқа дейін 7 сауалнама бердім, бүгінгі сабақтың соңында жалпы біздің чатқа сіздерге тағы 3 сауалнаманы жіберемін. Яғни сіздер кез келген диагностикалық іс-шара жасау кезінде, сол сауалнаманың барлығын қолдануға болады. Келесі, ол сауалнамаларды таңдау өздеріңізге байланысты, кімге қай сауалнама өздеріңізге ыңғайлы, талдау жасай, қорытынды интерпретация жасауға қайсысы сіздерге өздеріңізге тиімді болып табылады, сол сауалнаманы алуларыңызға болады. Келесі, жеке психотерапиялық бағдарламаны жүзеге асыратын психотерапиялық интервенциялар кезеңі. Яғни, біз өткен аптада қарастырған кезде когнитивті мінез құлық терапиясын қарастырдық, бұл қазіргі таңдағы ең тиімді әдістердің терапияларының бірі болып табылады. Мотивациялық сұхбат, одан кейін транзактілік талдау, коммуникативтік дағдыларды дамыту тренингін алуға болады, психодраманы да қолдануымызға болады екен, рольдік ойындарды қолдануымызға болады. Қазіргі таңда одан кейін бізде ең қатты дамып келе жатқан бұл психологияда НЛП, білесіздер ма НЛП-ны? Иә. НЛП дегеніміз не? Иә. Психологиялық емдеу бір нәрсесі деп талдағанбыз, оқығанбыз, бірақ ұмытып қалыптым енді. Одан бері бәленбай уақыт өтті ғой. Қалай дейсіз, Гүлназ? НЛП деген жалпы емдеудің несі нейрологиялық емдеу деп не қылған болатынбыз. Ұмытып қалыптым енді. Одан бері мен НЛП-ны біз оқып жүрген кезде жаңадан 2014-13-те жаңадан бұл дамып жатқан кезең болды ғой. Сол кездерде талдап, сол кітаптарын орысшаны қазақша аударып оқығанбыз, бірақ енді ұмытып қалыптым. Жақсы, тағы кім біледі? Әлде бірінші рет естіп жатырсыздар ма, айтсаңыздар? Иә, бірінші рет естіп жатырмыз, естіп көрмедік. НЛП дегеніміз, нейролингвистикалық бағдарламалар, нейро дегеніміз не? Ол бізде адамның ойлау жүйесі, адамның миы, лингвистика дегеніміз тіл, НЛП дегеніміз нейролингвистикалық бағдарламалар, П дегеніміз программа ғой, яғни біз адамның миына, тіл арқылы әсер етуіміз, қазіргі таңдағы біз өзіміздің миымызды бағдарламалау арқылы оны не істейміз? Жұмысын өзгерте алады екенбіз. Егер де мысалға бізде ішімдікке тәуелділікте, есірткіге тәуелділік, ойын құмарлыққа тәуелділікте де біз осы НЛП-ны қолдана алады екенбіз. Яғни осы бағдарламаны қолданған кезде бұл біз өткенде айттық, тікелей адамның әртүрлі гормондар бөлінуіне байланысты, белгілі бір мысалы балалық шақта жағымды бір эмоцияны басынан кешті ол адам, соны қайтадан сол ойын арқылы шығарғысы келеді деп айттық қой, біз сол кезеңдегі балалық шақтағы қалыптасып қойған, миында белгілі бір жерінде қалыптасып қойған көзқарасын біз осы бағдарлама арқылы өзгертіп, сол егерде ойын құмарлыққа тәуелділіктің ең басты себебі сол болып тұрса, егер сол деп анықтасақ, біз осы әдістемені қолдану арқылы біз оны өзгерте аламыз. Келесі аутотренинг, гипнотерапияны, символ драма элементтерін қолдана алады екенбіз. Яғни біз тек қана мынау когнитивті мінез құлық терапиясы емес, мотивациялық сұхбатты ғана емес, тағы да транзактілі талдауды да қолдана алады екенбіз. Транзактілі талдау дегеніміз не? Егер білмей жатсаңыздар, сөздер таныс емес болса, сұрап алыңыздар. Ертеңгі күні білмей қалғаннан көрі өздеріңіз сұрап алсаңыздар, жауабын білген жақсы, Транзактілі талдау дегеніміз не? Қазіргі таңда өте әлеуметтік желілерде көп айтылады, осы транзактілі талдау.
Транзактілі талдау дегеніміз не? Транзактілі талдау, Білмедім. білесіздер иә, Эрик Бёрннің қалыптастырған бағытының бірі, иә. Ол жерде адамды не істейді? Үш негізгі бөлімге бөледі, иә. Ересек, бала және тағы қандай? Ата-ана деген үш рөлге бөледі, иә. Осы үш рөл арқылы біз не істейміз? Адамның психологиялық кейпін анықтаймыз, иә. Яғни біз осы ойынға тәуелділік кезеңінде де транзактілі талдауды қолдана аламыз. Кейбір кезеңде, иә, мысалы, бала біздің осы ойынға тәуелділікке тап болған адам, ол ересек кезеңге өткен жоқ, иә. Ересек кезеңге өткен жоқ, бала рөлінде жүрді, иә. Ойын кішкентай бала кезеңінде ол барлық өзінің ойын кезеңінен өткен жоқ. Ол ересек кезеңіне келген кезде де бала рөлінде болады. Сол кезеңде де ол ойынға тәуелділік пайда болып кетуі мүмкін, иә. Бұл енді бізде бір гипотеза деп алсақ. Егер де сол кезеңде болса, оны біз осы транзактілі талдауды қолдану арқылы ол қай рөлде екендігін анықтау арқылы, иә. Одан кейін осы транзактілі талдауда білесіздер, иә, Карпманның үшбұрышы, иә, ол да өте жақсы өзінің көмегін беруі мүмкін, иә. Яғни біз осындай талдауларды, осындай әдістерді, терапиялық әдістерді қолдану арқылы біз өзіміздің көмегімізді бере аламыз. Келесі төртінші кезең бұл позитивті өзгерістерді бекіту, рецидивтердің алдын алу және амбулаторлық кезеңге арналған жеке психотерапиялық жоспарды таңдау кезеңі. Яғни бұл жерде біз әлеуметтік бейімделу тренингін жүргізе аламыз, психотерапиялық шунттау әдісін қолдана алады екенбіз, жеке және топтық психологиялық кеңес бере аламыз, иә, релаксациялық техника және аутогендік жаттығуларды, одан гештальт терапияны, отбасылық психотерапияны жүргізе алады екенбіз. Яғни біз осы жұмыстарды жүргізу арқылы, иә, әрбір кезеңге өту арқылы біз өзіміздің осы ойынға тәуелділікке шалдыққан адамды тікелей осы әдістер арқылы құтқара, өзіміздің көмегімізді бере аламыз. Осы кезеңдер бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Не қосыла алмай отырмын дейді. Жоқ, сұрақ жоқ. Барлығы түсінікті ма сіздерге? Өйткені қараңыздар, бізде мен демонстрацияны тоқтату керек екенмін. Бізде қараңыздар, біз сабақтарды өтіп жатырмыз ғой, иә. Бүгін бізде соңғы күн. Ертеңгі күні біз кездесіп, сіздерден кері байланыс алуымыз қажет. Кері байланыстың қазір сіздерге келесі 40 минутта қосылған кезде түсіндіремін, қалай жүргізілетін, иә. Ертең бір 40 минут уақыттарыңызды аламын, өйткені бізге айтты бағалау керек. Яғни сіздерді біз осы 10 сабақ бойы өткен ақпаратымызды, иә, сіздер қалай қабылдадыңыздар, иә, қандай ой қорытынды түйдіңіздер, біз арнайы бақылау сұрақтарын жасаймыз. Бибігүл Жексенбаевна сіздерге жасады ма, әлде бір күнді қойды ма ол кісі сіздерге? Иә. Жоқ, жасамады әлі. Әлі жасамады, иә. Әлі күнді қойған жоқ, өзі айтатын шығар енді группа деске. Бізге айтты, өйткені екі лекторда өздеріңіз қандай форматты аласыздар, соған байланысты бақылау аттестация алуымыз қажет. Өйткені біз сіздерді бағалауымыз қажет екен. Өйткені баға қоюымыз керек кәдімгідей. Енді біз 100 балдық системамен қоятын шығармыз, мысалы. Оның өзі бірнеше кезең арқылы болуы мүмкін. Яғни ертең қай күн? Сейсенбі, иә? Сейсенбі күні мен алсам, сәрсенбі күні мүмкін Бибігүл Жексенбаевна өзі алатын шығар сіздерге. Қазір шығарып Жоқ, қараңызшы, менде мынандай сұрақ бар да, бізде қазір Жетісу облысын ертең 10-11 күндерге
басқарма басшысының хат арқылы біз сабақ оқытуға шақыртып жатыр да, енді ертеңгі күннен бастап 2 күнге барамыз дейді да. Біз сол кезде қалай болады екен бұл сіздердің сабақтарыңызбен ол сабақты бірге қалай алып жүреміз Бізде деген енді жетісу облысы бізде бойынша тек барлық бақылау аудандарды шақыртып жатыр екен де. Бізде бақылау сұрағы болғандықтан енді сізде шақырту болса, сізді тек қана мен онлайн алатын шығармын, басқалары осылай кездесу арқылы аламыз. Басқа енді мына жақта сол әріптестеріміз отыр да, осы Барып жетісу облысы қатысатындар бар, бойынша иә, тағы да? Текелі, иә, біраз аудандар бар да. Барлығын ертеңгі күнге шақыртып, ертең 10-11 күнге шақыртып жатыр да оқуға шы. Жақсы, Сол жағы онда қалай болады екен былай деген ғой. істейік, онда бүгін қарастырайық, иә? Бүгін уақыттарыңыз болса, Жақсы, иә? иә. Мен қазір тапсырманы берейін, содан кейін 1 сағаттан кейін қайта қосылайық та,